Бүгін көп адам дұрыс жасай бермейтін, бірақ өте дәмді жаппасай дайындаймыз. Соңына дейін көріңіз, себебі қамыр жұмсақ шығуының бір тәсілін көрсетемін. Бұл асты берерде қамырын астына немесе бөлек тысқа салуға болады. Бізге сәбіз, сарымсақ, болгар бұрышы, ет, тұз, дәмдеуіштер, ұн және су қажет болады. Жаппасайдың ерекшелігі оның хош иісті тұздығы мен жұмсақ қамырында. Одан кейін барлық көкөністерді төртбұрышты етіп турап аламыз. Көкөністерді турап жатқанша мен сіздерге сұрақ қоя кетсем, сіздер маған комментарияға жауап берсеңіздер. Күнделікті әйел адамдар таңнан кешке дейін тамақ жасаған кезде сіздер қалайша выгоранияға, стресске кіріп кетпейсіздер? Сол жайында өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер. Ал мен қалайша кіріп кетпеймін, себебі менің сүйікті ісім ол тамақ жасау, адамдарды қуанту, сол арқылы оларға деген махаббатты білдіру. Солайша мен тамақ жасаған кезде ләззат аламын, махаббатпен жасаймын. Шемішкенің майын құйып, қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін етімізді қуырып аламыз. Етімізге тұз бен бұрышын салып, дәміне қарай қосамыз. Қоспамызға сәбіз бен пиязымызды қосамыз. Барлығы пісіп жатқанда қамырымызды жайып, дәл осылай видеодағыдай төртбұрышты етіп турап аламыз. Суын қосып, картоптарымызды салып, тағы да бұқтырамыз. Осы кезде тағы да дәміне қарай дәмдеуіштерді қосып, баяу отқа қоямыз. Сіз жаппасайды қалай жақсы көресіз? Ащы түрін бе, әлде классикалық түрін бе? Қамырды қайнап тұрған суға бөлек пісіруге болады, немесе дәл мен сияқты осы тағамның үстіне рет-ретімен қойып жууға болады. Қамырды қатты қайнатып жібермеу маңызды. Міне, жаппасайымыз дайын. Үстіне тұздығын қойып, ыстық күйінде береміз. Осындай үйдің дәмін еске түсіретін тағамдарды ұнатсаңыз, каналға жазылып, пікірге дәмді деп жаза кетіңіз.